Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қосылды ма? Дауыс нормально, да? Оқушылар енді кіре ма? Тақырып. Кезекші бар ма екен сыныпта? Айта кетсеңіздер. Кезекші. Кімге айтады кезекші болғанды? Сіздің ол оқушы жоқ дейсің ғой. Сәлеметсіз бе? Бүгін кезекші мен. Омарбек арай. Бүгін сыныпта 3-ақ оқушы, яғни 10 оқушы жоқ. Олар бізде Еркебұлан, Айса, Таңата. Айтып қойын ба? Сол болды. Жақсы. Аки үй жұмысын бір қарап тұрсаңыз, бүгін ары қарай есепті шығарамыз ғой, көрсеткіш теңдеулерге байланысты. 16-та 6-шы есеп берілген, қараймыз көрсеткіш теңдеулер. Жақсы. 16-та 6. Қайталау керек болса, қазір қайталаймыз. Теңсіздіктер дөңгелек жол. Ол логарифм просто. Енді логарифм теңдеулер. Чистыра болды ма? Олардың 20%. Білеміз ғой, е? Болды. 17-сі. Олды ба? Ал 14-ті. Екеуіне де қатысады. Қаншасы қатыспайды ма? Қаншасы тек вальске, тек румбаға қатысады. Шағаламыз ғой, е? Румба билей алмайтындар саны қанша? Екеуін қосып не істейсіңдер? Осы Вен диаграммасымен қояды. Так, бізде сыныпта 30 адам бар, немесе 30 оқушы, олардың 20-сы вальс билейді, 17-сі румба биін билейді, ал 14-і екеуіне де қатысады. Екеуін де билейді. Енді бізге айтады, румба биін билей алмайтындар саны қанша дейді. Негізі бұл жерде сұрақ басқаша еді, мен сұрақты өзгертіп жібердім да. Дұрыс қой, 30-дан 14-ті. Не істейміз? Такс, билей алмайтындар. Наққасан 3-3-те 23, 23-тен. Қосасың, одан 30. 7-де қатыспай ма сонда? Қатыса алмайтындар саны 7 ма? Қанша дейсіз? Жауабыңыз естілмей жатыр. 7 ма? Жақсы, көрейік. Елдер Вен диаграммасын саламыз, иә? Так, мынау вальс, мынау румба биі. Ой ғой. Енді бізге айтады, екеуіне де қатысатын 14, демек екеуіне 14 қатысады екен, иә? Бірінші, екеуіне де қатысатын белгілеп алайық. Енді бізге айтады, 17-сі румба биіне дейді, демек мына жақта 3, вальске 20 дейді, демек мына жақта 6. Таза вальс билейтіндер 6, таза румба биін билейтіндер 13. Ал екеуін де билейтіндер 14. Енді бізде сұрайды, румба биін билей алмайтындар саны қанша дейді. Қанша болып тұр екен? Анау 16, 17, 3 деген қосамыз да, сөйтіп 30-дан азайта саламыз. 14, 3-ті қосасың, 17, 30-дан азайта салайсың. Не үшін? 6, 14, Ой, так. Сіздер былай деп тұрсыздар ғой. Иә? Не үшін 20-дан азайтамыз? Барлығы 30 адам ғой. Румба билей алмайтындар саны қанша? Румба ма? Сіздердің айтқандарыңыз дұрыс емес. 30
вальсті де азайтып жатырсың? Жоқ, 10 сыныпта 30 адам бар екен да. 14 Жаңа оқушылардың айтуы осылай болды ғой. 13 болмай ма? Румба билей алмайтындар. Румбаны ғана сұраса, онда 14 болады ғой. Аса румба дегенді несіне жоқ, алыстан көзім вообще көрмей тұр. Тек қана билей алмайды. Оқушылар сұрақты дұрыс оқиық. Аяқ. Бізде бірінші мына жерде мыналардың арасын қосып алайықшы. Иә? Қанша болды өзі? 23. Жаңа сіздердің айтып жатқан жетеулеріңіз, иә? 7 оқушы. Енді қарайық, бізде мынау да бар ғой еще. Бұл вальс билейтін румба билемейді ғой. Сұрақ түсінікті болды ма? Түсінікті. Сонда румба билемейтіндер, мына жерде вальс билейтіндер 6 бар. И мына жақтан 7 бар. Жалпы екі неге де қатыспайтын. Еді? Екі үйірмеге де қатыспайтын, менде 7 оқушы бар. Румба билемейтін демей-ақ та қойсақ та болады бұл негізі. Екі үйірмеге де қатыспайтын 7 оқушы бар. Және румба билемейтін менде 6 оқушы бар. Бұл енді жалпысын есептейтін болсақ, қанша болады? 13 болады, иә. Сұрақ түсінікті болды ма? Енді бір мезетте қараған кезде оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ сұрақты дұрыс түсінбей қалсақ, есептің жауабын дұрыс таба алмай қаламыз, иә? Егер мына жерде мынандай сұрақ қойылса, негізгі кітапта мынандай сұрақ қойылып тұр. Екі үйірмеге де қатыспайтын оқушылар саны қанша деп. Бізде мынаны сұрап тұр, жаңа сіздер осыны таптыңыздар. Ал мен алдында сұрақты алдында өзгертіп жүрмін, румба билей алмайтындар саны қанша деп. Мына 14 екі үйірмеде де болғандықтан бұл румба билеп тұр ғой, былайша айтқанда. Сондықтан ол мына жаққа қосып кетеді, бізде мына жақта 6 бар. И вообще билемейтін екі үйірмеге де қатыспайтын 7. Екеуін қосындысын есептейміз. Жақсы, есеп түсінікті болды деген ойдамын. Тақтаны өшіре салайын. Көрсеткіштік теңдеулер, иә, тақырып. 16-да 8-ден бастай бересің ау. 16-да қанша дейсіз, Апи? 16-да 8. 16-да 8. Қазір бір минут. Квадрат минус 1 тең 0 болады да, бір жаққа кетеді. Давайте тақтаға шығарайықшы, алай өзіміз. Ал тақтаға шықсаң, тақтаға шығар, қалаған. Әлена шығарады ғой. Тақта. Тақтаны өшіреміз, онда тақтаға шығарасың деді. Ана жерге жазылмай ма, апайдың демонстрациясына? Білмеймін, бұл жерге жазылмайтын шығаралымыз де. Жазылмай ма? Ол үшін бізде бұл. 16-да 8-де шығарамыз ғой. 16-да 8, иә. Иә. Сізді нәрсеңіз бізге жазуға болмай ма? Ал, оқушылар, мен біреуін көрсетіп жіберейін, қайсысын көрсетейін? Сосын қарап отырып қалған шығаратын боласыздар. Мына жерде 16-да 8-дің қайсысын көрсетейін? Мен бор айтып едім ба дейін, иә? Бор бұл жерде бар ма? Біз естіп отырмай. Біз естіп отырмай. Иә. Бәрі естіп ғой. Ал, 16-да 8-дің қайсысын көрсетейін? Біз ағай өзіміз шығарайық, жаңадан бері айтып тұрып. Жоқ, бұл өзі шығара берсін. Бұл шығаратын шығар көреміз. Дәлелдеп шықсын. Жақсы. Бор кім? Айлема. Бар, кабинеттен әкеліп шыққан бор. Вообще сендер не мағанға мен бор әкелмеппін. Бор бұл жақта жоқ қой мен? Жоқ қой, мен кабинетін білесің, қай жерден аласын әкеле салшы бар. Сонымен пока жазады. Тақта көрініп отыр ма саған? Апи, тақта көрініп отыр, бірақ есептері көрінбейді явно енді ше. Қазір өзіңіз дұрыс емес деп айтып тұрасыз ғой. Давай, көрінеді бәрі. Бізде не қылып постоянно осылай өтеміз. Тек сен ғана
Сызықтардың бәрі тақтаға шығарады. Ал, баста. Так, ана жерде x пен y-тің қосындысы 3-ке тең болу керек. Енді айтпайтын Так, негіздерді бірдей келтіріп аламыз, иә? Білеміз ғой? Ана нені камераны үлкейтсе көрінеді деген ғой. Нөлге теңестіресің ғой? Сразу өткіздің ба? Жарайды. Ал, шығара ғой. Енді мынаны ашамыз. X плюс y тең. Деп алмадың ба сразу? X тең. Правильно, негізген мағынаты минус y теңіз, да? Сосын x квадрат минус 2x y плюс y квадрат тең 1. Сосын x-ның орнына біз 3 минус y квадратты минус 2 3 минус y плюс y квадрат тең 1. Сосын 9 минус 6y плюс y квадрат минус. Ойбай, дәуір ағына кемесің бе сенде? Саны қалдың бақысы. Минус 6 плюс 2y плюс y квадрат тең минус 1. Және ана жерде кім? Сен былай жылшы. Ана қара, сен x-тің орнына 3 мен сегіріп қойдың ғой, ана 2 y болу керек қой ана жерде. Y-ін қайда тастап кеттің? Көрдің бе? Анау минус 6y плюс 2y квадрат болады, иә? Сосын мынау мен мынау қосылса, тоқта, мен көріп алайын. 9 минус 6y плюс y квадрат дұрыс. Минус 6y плюс 2y квадрат дұрыс. Плюс y квадрат минус 1 тең 0. Ал, ары қарай шамда. 4y квадрат минус 12y. Жоқ, минус 12y плюс 8. Бәрін 4-ке бөліп тастасақ. Яғни 4-ке қатасаңыз. Квадрат минус 3y плюс 2 тең 0 эксперимент тең 9 минус 8 тең 1 y тең 3 тең 1. 3 минус 1 және 2 емес па? 3 плюс 2. 1 де 2. Болса, x 1 тең болады 2, x 2 тең 1. Енді арзан? Жақсы, керемет. Ол өзім шығара беремін. Енді жауабын былай жазып қойсаңыз, x-тің бірінші мәнін нүктелі отыр, y-тің бірінші мәнін. Жауабы жазамыз. Жауап бізде 2-де 1. X-тің бірінші мәнін жазыңыз, бірінші. Үйтіп жазбай. Жоқ, бірден мән жазамыз. Бірден мәнін жазасың. Жақша, 2-де 1. Немесе 1-де 2. Анау, немесе деген сөзді өшіріңіз да орнына үтір қойсаңыз, ең дұрысы. Сонда Қалғандарымыз көшіреміз. Саған қайсысы қиын? Соны көрді, соны шығар. Сіз берсеңізші маған бәрі оңай болып тұрсыз. Саған оңай болып тұр ма? Жоқ, ойнап айтамын. Так, мынау түбірасты алтыныкі көрейік, е? Түбірасты алты. 16-та 9-дың екіншісін ба, төртіншісін ба көрейік, е? Түбірастыны қалай шыға аласың көрейік. Суламайды, су ақпайды. Жоқ, су ақпайды өшірді. Сендер, мен неғымағанға, мен тақтаны сулағанда жоқпын, неғығанда жоқпын ғой. Есеп шығамағандар. 16-та 9-дың екіншісін ба, төртіншісін ба шығар? Екіншісін шығар көрейік. Ал, көр. 6, 3, 6, сосын 2,
Аха, жақсы. Енді бұл типтес есептер түсінікті деп ойлаймын сізгеше. Енді Б тобындағы есептерден бастасақ. Мен көрініп тұрмын ба? Дауысым естіліп тұр ма? Bu тобын көрінді. Bu тобында қайсы есепті алсақ болады? Қазір. Сен айта ғой, мен емес. Аха. Ал 16-да 10-ның біріншісі. 16-да 10-ның біріншісін шығара қой. 16-да 10-ның біріншісін шығара. 2x квадрат минус 6x минус 6x плюс 0,5 тең 1,16 түбір 2 болса, енді біз бірінші иррационалдың нағыз болса бойынша 2x квадрат минус 6x плюс 0,5 Ай, 2-ның 4 дәрежесі. Бір қатқанын көріп что-то менде тек нашар ма? Сен ондай істемеу керек еді ғой, мынандай қылып жаз. 2-ның 4 дәрежесі көбейту 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. Ол 2-ның 4,2-ден 1 дәрежесі болады да, бірақ минусын болады. Я, Түсіндің ғой, 4 дәрежесі, минус 4 дәрежесі да. Минус 4,2-ден 1 дәрежесі. Жоқ. Минус 4, 2-ден 1. Минус 4,2-ден 1 дәреже ғой. Минус 4,2-ден 1 дәреже. Сөйтіп алып, теңесіне x квадрат минус 6x плюс 0,5 тең минус 4 былай айналдырса қанша болады? 4,15. 9-да 2 болады. Енді x квадрат минус плюс болып өтеді, сонда 5 болады. 6x плюс 5 тең болады. 36 минус 20 тең 16 x 2 тең 6 плюс 4 сосын азаттан 1 шығады. 5 пен 1 шықты. Жақсы, керемет. Аха. Екіншісін көрейік. Күрделі, мына жаққа өтейік. Енді шығармайым екіншісін. Екіншісі ма? Қазір 16-ның 5 дәрежесі, көбір 8x квадрат минус 3x минус 5, сосын 28 болса, мынау қалай? 5-дің астындағы түбір, я? Түбір асты қалай еді? 5-ші дәрежелі түбір болып тұр ғой сізде. 5-ші дәрежелі түбір деген. 5-ші дәреже. Енді мына 16-на жаққа өткізіп жіберейік та. Я, бөліп жіберсеңіз сразу. Бөліне ма? 28 16-ға бар, бөліну керек қой. 8 болады. 8-ден болады. 8 болады па? Аха, 8. 8 болады. Екі жағын 5 дәрежеге шығарасыз. 8x квадрат минус 8-ді 5 дәрежелі деш? Жоқ, есептемеңіз. 8-ін 5 дәрежесі деп жазып қойыңыз. Болды, аха. 5-тер жойылып, минус 10 болады. Бес пен 2 емес пе? Так, минус 2-де 5. 5-те минус 2 шықты. Я. Жақсы, үшіншісі. Ана орындатқан оқушыларына тақтан түсіріп алсаңыз суретке. Дәптерлерін жаза берсін. Орындатқан оқушылар тақтадағы суретті түсіріп алсын, есептеп. Сөйтіп дәптерге жаза берсін. Кім күрделігі өтейікті, бұл шығара берді яғни. Бұдан кейінгісіне де бұл сабақ уже соңғы сабағымыз көрсеткіштік теңдеулер. Жақсы. Қайсысын қалайсың?
Qaysisi? 48 Ama de. matematik esepte çıkararız. İkisi de yine bari bilin. Kumaş endi biz matematika o'tadik bu. Iya. Mat savatlılık degan pənimiz yo'q-ku. Direkt ben baba sezim o'ylay olacağım. 16'da 11'ge çığa berіңізші. 16'da 11 болмаса 16'da 12. 13'ünü göreyik. 16'da 13'tü göreyik. 16'da 13'tü. 13'ün kalanını alıp жазда шығарады. 16'da 13. 16'da 13 var. Bu sana жылдамдығың асады. Қанша көп есеп шығарсаң, сонша жылдамдығың асады. Endi biz bitemiz. Кетесің. Mınalarda çok kol жүріп болмайды, ya. Bölüp жіберсек шыналарға. Күтіп тұрмыз. Бұны айтқан шығарып жүрмеймін. Кітабын берші көрейін. X квадрат қазір. Найге бір деп болып тұр ғой, A деп алсақшы бұны. Екіншісі ма? 4, 6, X. Сен A деп алсақшы, а? Бір теңестіріп. 4'tü. 2'nin ne жерде? 2'nin 6 minus Mına betke ötküzsek 16A degенді мына betke ötküzіңіз. Кер тамамен тең 0 дейміз. 16Аны теңдік нары бетіне өткіземіз. Тең 0. Жақшаның сыртына A шығады. Сен 0, сосын A. Қысқаша көйт формуласымен анау x минус 4, x плюс 4. Аха. Енді бұл жерден A-ны 0-ге теңестіресіз. A-ны 0-ге теңестіресіз. A-ны 0'ге теңестіресіз ғой, A бір 0 болады ғой. Дұрыс қой. Иә. Ал? 0-ге дейін нәрсені қоямыз. 0-ды қойсақ ол 0 болады. Так. Былай қылайық. Дұрыс, ана жерде A-ны өшірмеңіз. Бірінші A-ның мәнін тауып алайық. A-ның мәні ана жерде ананы орнына қоятын болсақ 16'da 13. 4 так 0. Бешіншісі бұл. Екіншісі ма? X квадрат минус 16 болды. Мен ойым былай да мұхит. Не істейміз? Мынаны шығарып басымызды ауыртып та. Ананың екі жағында бізде не бар емес па? 4'тің түбір асты 6 минус x дәрежесі. Екі жағынан да қысқартып тастай салсақ болды емес па? X квадрат деген 16 болады да, плюс минус 4 болмай ма? Одан біз бір түбірден айырылып қалмаймыз ба? Мен соны уайымдап отырмын. Қандай түбірден айырылып қаласың? Дұрысы сол болып тұр ғой. Абай ол шіле оңай күмәнді болып қалған жоқ па сізге? Ондай есептер мен үшін ондай күмәнді. Сен үшін оңай күмәнді болғанда жауабы да сондай, ол дұрысы сол болып тұр ғой. Қазір есептің берілген қалай еді қазір? Мен бұл X квадрат Оңай көбейтілген. жолын қолданғанымыз дұрыс емес пе деген ғой. Иә, дұрыс, әпке. Дұрыс, плюс минус 4-те өзі түбірі екеу-ақ болады. Жақсы. Онда сіздің Екі жағында қысқартып жер, бол x квадрат деген идеяңызбен. Бұны не үшін қысқарттық? Не қыласың, оны сүйреп апарып есеп шығарып. Қысқарту үшін мынан Екі жағы да көбейтіліп тұр ғой, болды ғой. болды, бәсе ойымыз. Мен көрініп тұрмыз, көрінбей қалған сақ менше. Енді орнына қойып көрейікші. Так, енді келесі қайсысы қиын десек, 16'da 14'тің үшіншісін шығаршы. 16'da 14'тің үшіншісін шығарады. Так, қалғандарыңыз көшіреміз. Қастада тұрыз, ана неде. болса кетеміз. Бұны біз кетеміз. Көбейді ғой,
A'ның m дәрежесі көбейтілген A'ның k дәрежесі деген формула бар еді ғой. үш мынаны бөлек жіктеп алсам ше былай. Үш икс сосын Иә. не бар ғой, дәрежесі деп. ортақ көбейткіш ақшаны сыртына шығарып жүрсек ше, Үш иксті ма? 3-тің x минус 1 3-тің x дәрежесін шығарып жүрсек, Үштің дәрежесін шығарып жүрсек, екі көбейту бірден үш қалады, минус бірден тоғыз қалады. тең. Мына жақтан да Бес 5-тің x дәрежесін шығарып жүрді. бір бөлінген 25 плюс 4 көбейту бір бөлінген 325 болады. Сөйтіп, Есепте де ары қарай шығарып үш x дәрежесі бізде мынау екі мынау көбейту ғой, иә? 2-ден 3 минус 1-ден 9 болса, мынаған біз қаншадан береміз? 2-ден ба? 9-ға 2-ні 3-ге 2-ні 3-ті. Мынаны бөлек шығарайын, мынаны бөлек шығарайын, иә? 3-дің x дәрежесі мынау 6, 6-дан бөлек 5, 5 бөлінген 9 болады. Сосын 5-дің x дәрежесі мынау 4 болады, мынаған 5-тен береміз, иә? 5-ке ойнау. 5-ке 9 ғой. 9-да 125. Сосын екеуін теңестіреміз ба? Так, не болды бізде? Мынандай шықты. 3х 5 бөлінген 9 тең 5х. Шықпай қалды ғой, иә? Минус қып істесек ше. Былай қылайықшы. Мен көрініп тұр ма сіздерге? Мынаны ше апа білесіз ба? Бүйтіп былай істеп. Көрінбей жатыр ма саған? Иә, сіздер көрінбей қалдыңыздар маған. Мен көрініп тұрмын ба сіздерге? Мына 5 Берілгені айтып беріңізші, қандай еді берілгені? Сенде болады, иә. Бөліп тастап шығару. Сол кезде менде көп шығады. Сөйтіп шығаратында мен бұндай есеп. Бөліп шығаршы. Так, олай болды. Мынаны бөлшірсең. Бөліп шығарып көр ал. Мен мынаны түсіріп тастап. Бөліп шығарсам қалай болады? Бөліп шығарып көр, қазір көрейік. Берілгені айтып жібересіз ба? Мен экранда көрініп тұрмын ба? Он алтыда неш бізде бұл? 16-да 4 ба? 14-тің үшіншісі. 2 көбейту 3-тің x минус 1 дәрежесі. Минус 3-тің x минус 3-тің x минус 2 дәрежесі. Сосын? 3-тің x минус 2 дәрежесі. Минус. Сенде жазылмай жатыр ғой. 3-тің x минус 2 дәрежесі. Так, тең. 5-тің тең. 5-тің x минус 2 дәрежесі. 5-тің x минус 2 дәрежесі. Плюс 4 көбейту 5-тің x минус 3 дәрежесі. 4 көбейту 5-тің x минус 3 дәрежесі ма? X. Так. Мына екеуіне мына x минус 2 тең болып тұр ғой, бірдей болып тұр ғой. Соны жақшасы. Мен жазғанымды көріп отырмын сіздерге. Мына жерде 3-тің x дәрежесін емес, 3-тің x минус 2 дәрежесін шығарсақ болады. Сонда мына жерде x-тің минус 1 дәрежесі қала ма? Мына жерде шығарады. Бір қалады. Кәні көрейік. Мынау не болып жатыр, қысқартырып жатыр. Екі бәрін менде де дұрыс айтқан ғой, мен де сізге жаңа бөліп шығаратын. Бөліп шығардыңдар ма? Бөлсеңдер бөліп шығарсаңдар да иә. Так, енді не істейміз енді? Былай қояйық. 3-тің x дәрежесін a, 5-тің x дәрежесін b дей салайық. Иә, сөйтіп жаңа айнымалы енгіздің ба? Так, сонда 9-дан a тең 25-тен b плюс 4b бөлінген 125. Мынаға 5 дей салайық, мынаға 9 дей салайық. 18 минус a бөлімінде 9, мына жақта
9 бөлінген қанша болады? 125. Солай ма? Енді мына жерден пропорция әдісімен шығарып жіберсек былайынан. 81 вот. Иә? 81 б. Бұны қалай табады? Аны қалай табады? Так, осы жерден бұны тауып алайық. Ол тең 121,81. Так, болмаса, мына бұның орнына бірден 5-тің x дәрежесін қойып, шарп көргенде қалай болар еді? Бұның орнына 5-тің x дәрежесі тең 125. Ол 5-тің 3 дәрежесі болады. 18 минус. Мына былайынан бүйтіп қоя салуға болар еді да, қазір. 81 көбейтілген 5-тің x дәрежесі тең 125 көбейтілген 18 минус а ғой. Мына екеуін көбейтсек, мына екеуін көбейтсек. Қазір шығара беріңдерші, мен өзімше шығарып көрейінші. Көрсеткіш тең деген мен қай айда өттім өзі? Білмедім. 3-тің x дәрежесі. Сол конспектім екеуі бар ғой. Қайсысын деп тұрмын да. Осылай жазсақ не болады екен? Туындыдан бұрын өткен бұнда. Керек емес ол конспекттен. Туындыдан бұрын өтсек, оны сен, значит, 4-ші айын алып өткен. Логарифм екен бірге өткен ғой. Вообще-то мына есепті былайынан шығарып көру керек бізге. Нақты өшіре тұрайын мен. Жауабы қандай? Жауабы білмеймін, көре берші қазір мен бір басқаша шығарып көрейінші. Бізде 5 минут уақыт қалып үлгереміз ба? Қызылмен алайық. Кейде шығатын есептер шықпай қалып жатады. 2 көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің минус 1 дәрежесі. Сіздер осылай алып бердіңіздер басында? 3-тің минус 2 дәрежесі тең 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің минус 2 дәрежесі. Плюс 4 көбейтілген 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің минус 3 дәрежесі. Мына екенін көбейтіп жібереміз сонда. 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тен 2. Минус 3-тің x дәрежесі көбейтілген 9-дан 1 етіп алсақ. 5-тің x дәрежесі көбейтілген 25-тен 1 қосылған 5-тің x дәрежесі көбейтілген 125-тен 4. Менде мынандай шықты сонда. X минус 2 тең көбейту 5 тең болады. 5-тің x минус 3 дәрежесі көбейту 3-тің квадраты. Мына жерден шығады енді. X минус 2 мына жерде 3 болған уақытта 2 болса, x-ін 4 шығады мына. Мына x минус 1 болады, x минус 3 тең 1 болатын болса, мына x тең 4 шығады. Мынандай қылып шығады. Дұрыс қой, 4-те 4 тең 1. Қандай көрейінші? Мынандай қылып шығады. Не, андай істейміз ғой. 3-тің x минус 2 дәрежесін ортақ көбейткіш етіп жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ал мына оң жағында 5-тің x минус 3 дәрежесін жақшаның сыртына ортақ көбейткіш етіп шығарып жібереміз. Сонда 5-тің 1 дәрежесі қосу 4-тің 4 көбейтілген 1 болады. Сонда жақшаның ішінде 9 болады да, сыртында 5-тің x минус 3 дәрежесі. Ал мына жақта бізде болады 3-тің 2 көбейту 3-тің 1 дәрежесі плюс 1 болады. Минус 1 болады. Сонда анау
3-тің x минус 2 дәрежесі көбейтілген 5 болып қалады да, мына жағында 5 көбейтілген 5-тің x минус 3 дәрежесі көбейтілген 9 болып қалады. Сол кезде шығады. Сол кезде шығады. Енді менің мына әдісімді көрдіңіздер ме? Мынау ма? Менде де тура осындай шықпайды бұл жерде. Ары қарай қайта. Екі жағын 9-дан 5-ке қысқартып жіберсек, Иә. X тең 5x көбейтілген 3-тен, 25-тен 1 ма? так, сонда не болады? Кері айналады. Мына жақ 81, мына жақ 625 болады, иә? Енді 3 мана 4 дәрежесі, ана 5. Енді былайынан бөліп жіберсек. Ал мен анандай етіп шығардым. Аха. Енді қай жолмен шығарсақ та жауабын тапсақ болды ғой әйтеуір, иә? Так, 3 минут уақытыңыз қалды ма? Или әлі 8 минут уақытыңыз бар ма? жоқ. 35-те 2 минут уақытымыз бар екен, аха. Болды, әпке шықты ма? Менікі де шықты. X-іңіз 4-ке тең болды, солай ма? x-іңіз 4-ке тең болды, иә. Иә. Жақсы. Оқушылар жақсы меңгерді. Көрсеткіштік теңдеулерге байланысты. Мына тақтаға шыққан оқушыға аты есіне шығып 10 балл қойсаңыз. Дариға ма? Дариғаға 10 ұпай қойсаңыз. Енді қалған 2 оқушы орында отырып шығарып отқан, шығармай отқан мен білмедім. Сондықтан оны өзіңіз көріп, бір бағалап шықсаңыз, үйге тапсырма. Осы қазір біз 13-те 14-ті шығардық па? Иә, 13-тен 14-тен шығарып көрдік қой бәрін. Аха. Біреу. Иә. Сонда 13-те 16-та 13-тің қалғаны и 16-да 14-тің қалғанын шығарып келсеңіздер. Жарайды. 16-та 13 и 16-та 14-тің қалғандары. Бүгінгі сабақ туралы оқушылар сұрақ бар болса қоя кетіңіздер. Сұрағы жоқ, түсінікті бәрі. Жақсы. Негізі мынау бөлу амалымен де шығарған дұрыс еді негізінде. Осыны бір жерде мен өзім асығып бір жерде қалдырып кеттім ау бірдеңені. Мынау екінші амал шамал түсініксіздеу и күрделі болып кетеді да мынау екінші амал. Негізінде бірінші амал дұрыс еді, бірақ өзім бір жерін дұрыс түсіндіре алмай қалдым. Бір жеріне қосады. Орта көбейтішті жақшаны сыртына шығарсаң, оңай жолдан ау. Иә, негізі ортақ көбейтішті жақшаны сыртына шығарған дұрыс. Иә, оңай жол.